көпшіліктің азынан енді мынандай жерді улап, жорлап жатқан халыққа енді халық шыдамай, бәрібір өздерінің айтқан өзі. Бірақ оны тыңдайтын, еститін құлақ бар ма, сезетін жан бар ма, белгісіз. Ана отырған, жоғарыда отырған азаматтардың құлаған алтын сырға, олар осы күнде саңырау, соқыр болған ба, ештеме көрмейді, сезбейді, тек қана қанталап жазған, ішетінде жейтіндері сол ақша, құмар соған енді қанша халық шыдайды. Енді шыдам таусылды, енді халық енді өз күн өзі көру үшін бәрімен күреседі енді. Біздің ауылдың өз маңайын тұқ қоймай, қопарып отап, олаға дейін қопарып жатқанын мына істеген істеріне қарсылық білдірейік деп соған келіп жүрміз. 48 жыл бойы Айриясыда қызмет істеген, Риганың Айриясы институтын бітіріп, содан кейін высший партия школы бітіріп, ең соңғы Москвада генеральный представитель авиакомпания Казахстан болған. Одан зейнетке шығып, туған ауылыма қайтып келдім. Біз көзіміз тірі тұрғанда табиғатқа бұзуға ешкімге жол бермейміз.